Сәлем баршаңа, сендермен бірге Мадина. Лағман жақсы көретіндер берірек отырыңдар, сендерге бүгін тез оңай жасалатын керемет лағманның рецептімен бөлісетін боламын. Кеттік, ең алдымен осында қап-қара әдемі етімізді жақсылап турап аламыз. Турағанда қатты майда емес, жіңішке бірақ үлкен қылып, көзге көрінетіндей қылып турап алатын боламыз. Айтпақшы достар, лағманға осында қап-қара, майсыз, сүйексіз еттерді салсаңыз өте дәмді болады. Осылай барлығын турап болғаннан кейін 1 сағатқа маринаттап қоямыз. Маринад үшін бізге осындай соевый соус керек, тұз, дәміне қарай барлығын саласыздар. Қара бұрыш, қызыл бұрыш. Мен осындай дәмі ерекше болсын деп зіре қостым. Сонымен қатар кептірілген чеснок қосып барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді маринадтан кейін дәмін істесеңіздер сочный күшті болады ғой, тура осы маринадпен жасасаңыздар қыздар. Ал енді көкөністерді турап аламыз. Ең алдымен пиязды осындай жіңішке қылып турап аламыз. Қасына чеснокты да тураймыз. Чеснок көбірек болған сайын лағманның дәмі күшті болып шығады, иісі де күшті болып шығады. Енді осындай пекин капустасының ортасындағы қалың жерін бөліп алатын боламыз. Біз 1 кило қамыр жасап жатқандықтан көп емес 5-6 жапырағы жетеді. Сосын осы видеода көрсетілгендей қылып барлығын турап алатын боласыздар. Қатты майда емес, қатты ірі емес, орташа көлемде. Мінекей мен барлығын турап болдым. Ендігі кезек болгар бұрышында, яғни полугорки перецтерді турап шығамын. Мен осындай 4 штугын пайдаландым. Сіздер өз қалауыңызша пайдалансаңыздар болады, бірақ ащы болып, күшті болып шықты ғой менде. Видеода көрсетілгендей қылып бұларды да барлығын бірдей көлемде турап шығатын боламыз. Әдемі болсын және де сочный болсын деп мен 1 дана помидорды қостым. Осында 2 шөп қостым. Біреуінің аты кинза, екіншісінің атын білмеймін. Білетіндер бар ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Осында үлкен, бірақ дәмі күшті қылып подливтерге, лағманға қоссаңыздар дәмі күшті болып шығады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды салып, маринадталған етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Чеснок пен ет екеуі араласқан кезде қуырылған иісі айта алмайым бар ғой қыздар, өте күшті болады ғой. Сіздерге ұнай ма сол иіс? Мінекей енді пияз және чеснокты екеуін бірге қосып жақсылап араластырамыз. Міне менде осындай болды. Қалған көкөністерді, капустаны барлығын қосып жақсылап қуырып алатын боламыз. Қазір бұқтырылады. Сосын 2 ас қасық томат қостым мен. Мінекей жақсылап 20 минутқа дейін қуырып аламыз. Мен осындай дайын 1 килограмдық қамырды алдым. Дәл солай сала салмайсыздар, арасына 4-5 бөлікке бөліп турап алыңыздар пышақтың жәрдемімен. Енді менде 20 минутта қуырылды. Содан кейін жасыл шөптерімізді салатын боламыз. Айтпақшы, жаңа жазбадыңыздар ғой қандай шөп екен екінші шөптің атын. Давайте жазыңыздар. Мінекей әдемі болып, күшті болып қуырылып жатыр. Иісін енді айта алмайым бар ғой қыздар. Сосын менің қамырын салатын кезде менің табама сыймай қалды. Сол себепті мен үлкен қазаныма ауыстырып алдым. Подливтің барлығын осылай үлкен қазанға салып, жақсылап бір қайнағаннан кейін үстіне қамырымды салып, тағы да бір 10 минут шамасында араластырып, бетін жауып бұқтырып қойдым. Қыздар, мінекей осындай күшті болып шықты ғой. Асқан кезіңізде өте дәмді ресторанның, кафенің лағманын жегіңіз келсе, тура осы рецептпен жасап, мені белгілеп кетіңіздер қыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Айтпақшы, YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін осындай итальяндық 1 жасағаннан шығатын дәмі өте нәзік кремі аузыңда еритін керемет тирамису тортын дайындайтын боламыз. Құрамы өте оңай, бұл пешті қажет етпейтін, бар жоғы 10 минутта жасалатын торт. Ең алдымен осы ыдысқа 2 стакан кипяток құямыз. Мен бұл жерде 2 стакан құйып көбірек болып қалды. Сіздер 1 стакан құйсаңыздар да жетеді. Сосын 2 ас қасық кофе, 2 ас қасық қант салдым. Жақсылап араластырып, суға жібердім. Ол суым дегенше мен кремін дайындайтын боламын.
Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Крем үшін бізге осындай ыдысымыздың құрғақ болуы өте маңызды. Сонымен қатар барлық ингредиенттер холодильниктен шыққан мұздай болу керек. Алдымен творожный сыр және қантты салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Және үстіне сливки құйып, осындай бір келкі масса қылып аламыз. Сосын екі кондитерский мешокқа алдын ала бөліп аламыз. Осылай ауасын шығарып алуды ұмытпаңыздар. Мінекей менде осындай екі крем пайда болды. Енді печеньясын жасаймыз. Печенья бізде савоярди печеньясы арнайы осы тирамису тортына арналған. Осыны тортымыздың басына дөңгелек болып айналу үшін түптерін барын кесіп, теп-тегіс қылып алатын боламыз. Енді мінекей подложкамызды қойып, осында кольцомызды қойып, үстіне кофемізді жанына салып, мінекей жан-жағын айналдыра отырып, кремді жағып шығамыз. Енді осы кремге жаңағы печеньяларды тұрғызып, тізбектеп, тізіп шығатын боламыз. Осындай кесілген жерін астына қаратып, кремге тығып шықсаңыздар болғаны. Мінекей барлығын тізіп болдым, іші осындай болды. Енді мешокпен, кондитерский мешокпен кремімізді құйып, жақсылап араластырып, осындай қасықтың жәрдемімен үстіне бір келкі қылып жағып шығамыз. Басталды біздің тортымызды дайындау процесі. Жаңағы кофеге савоярди печеньясын бір батырып аламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ, көп ұстасаңыздар печенье үгітіліп кетеді. Бір батырып алып, салып жинайтын боламыз. Печенье крем деп өзіңіз қалаған қабатыңызды жасасаңыздар болады. Бұл торттың ешқандай қиындығы жоқ, пешсіз жасалатын, холодильникте пісетін торт деп аталады. Жалпы бұл тортты тіпті кез келген мектеп оқушысы жасай алатын торт қой. Ал енді соңғы этап осылай қалған кремдерді бетіне гүл қылып қойып шықтым. Менде 2 рет дөңгелек қылып айналдырғанға жетті. Қалғанын барлық кремді салып, бір тегіс қылып жаға салдым. Мінекей какао сепкенге дейінгі түрі осындай болды менде. Енді осыны тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа салғандарыңыз дұрыс. Мінекей мен алдым, енді кольцосына шешіп алатын боламыз. Қорықпай шеше беріңіздер, себебі кремге жабысып тұрғандықтан печенье ажырап шашылып кетпейтін болады. Мінекей менде керемет көрініс пайда болды. Енді осыны әсемдеу үшін мен осындай қызыл лентамен бантик қылып байлап шықтым. Бұл әрі әсемдік ретінде, әрі осы печеньелер жан-жаққа шашырап кетпес үшін байланатын бантик декорымыз. %90 дайын болды. Енді бетіне какао сепсек болғаны. Мінекей какаоны ситодан өткізіп, септік. Менің тирамису десертім дайын болды. Өте керемет, жұмсақ, нәзік десерттердің бірі бұл. Міндетті түрде жасаңыздар. Менімен бірге YouTube каналыма тіркеліп, отбасыңызға дәмді ас сыйлауды ұмытпаңыз. Сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін дайын қамырмен самса дайындаудың ең оңай әдісін көрсетемін. Бұл видеода мен сіздерге самсаны қалай дұрыс қатырып, ұзақ уақыт сақтауға болатынын көрсетемін.
бұл жұмыс басты аналарға, студенттерге, сонымен қатар аяқ асты қонақ келіп қалған кезде сізді құтқаратын керемет әдіс. Сонымен қатар бұл видеода дайын қамырды қолдану, салма дайындау, самса қатыратын техника, мұздатылған самсаны пісіру әдісін көрсетемін. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылып, рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз бар болса, пікірге қалдырыңыз. Ең алдымен салмамызды дайындап, тоз бұрышымызды салып, дайын қамырды осылай жаюға ыңғайлап аламыз. Енді қамырды жаямыз, қатты қалың емес, жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Және ескере кететін жайт, қамырларды осындай пакетке салып қойғаныңыз дұрыс. Себебі кеуіп кеткеннен кейін түйген кезде бірігіп бір-біріне жабыспай қалады. Мінекей дайындап алдық. Енді ішіне салмамызды салып, үш бұрыш қылып түйіп шығатын боламыз. Қыздар әсіресе қонақ күтуден алдын, бір күн алдын осылай самсаларыңызды дайындап қойсаңыздар, ертесіне көп уақыттарыңызды экономдайсыздар. Мен осындай үлкен тақтайды алдын ала пищевая пленкамен орап алдым. Осы кезде маңызды жайт барды, самсаларды бір-біріне қатты жабыстырмаңыздар. Самсаны қатыратын кезде бетіне жұмыртқасын барлығын жағып қатырыңыздар. Қорықпай қатыра беріңіздер. Алдын ала жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алып, сарысына кішкене сүт құйып араластырып, бетіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Жағып болғаннан кейін мен осындай күнжет және макты араластырып қойғанмын, соларды бетіне сүйіп шықтым. Осылай барлығын дайындап қойсаңыз, асыққан кезде тек духовкаға қыздырып, алдын ала 180 градусқа жақсылап қыздырып аласыз. Сосын салып алсаңыз болды, самсаңыз дайын тұрады. Алдын ала жібітіп, ерітіп алудың ешқандай қажеті жоқ. Осылай сақтап, морозилікке кемінде 1 айға дейін сақтай берсеңіз болады. Ішіне ештеңе болмайды. Бірақ ескере кететін жайт, пергамент қағазын міндетті түрде төсеңіз, себебі самса ерген кезде суы ағып, асты күйіп кетуі мүмкін. Бұл видеода сіздер самса қатырылатын техника, мұздатылған самсаны пісіру әдістерін үйрендіңіздер деп ойлаймын. Арнаға жазылып, жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған Мадина, ютубтан Мадинадан рецепт деп жазып, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Сіздермен бірге болған Мадина. Сәлем достар, қайнымның туылған күніне арнап жасаған тортымның рецептімен бөлісемін. Бұл торт соңғы жылдары ең танымал, ең нәзік әрі дәмімен баурап алатын торттардың бірі карамельная девочка тортын бірге жасаймыз. Алдымен бөлме температурасындағы сары майдың үстіне 2 банка три желанияның вареная сгущенкасын қосып, үстіне жұмыртқа қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын ұн мен разрыхлительді араластырып, електен өткізіп, екіге бөліп, біркелкі масса болғанша миксермен араластырамыз. Мінекей араластырғаннан кейін біздің масса осында сұйықтықта болады. Енді пергаментті алдын ала дайындап аламыз. Менде диаметрі 24 диаметрмен жалпы 7 корыш пайда болды. Әр корышға 2-2,5 ас қасықтан салып, жақсылап тегістеп, біркелкі қылып осылай жайып алыңыз. Пешіңізді алдын ала қыздырып, қызғаннан кейін менде осындай лист 1-3 корышты салып, 180 градуста 4-5 минут аралығында пісіріп алдым. Бұл жұқа нәзік корыш болғандықтан тез піседі. Абайламасаңыздар күйіп кетуі де мүмкін. Мінекей пісіруге жібердім. Пісіп шыққан корыштарымның түрі осындай болды. Өте жұмсақ, нәзік, өте керемет болып шықты корыштарым. Ал енді кремін жасаймын. Крем үшін маңызды қағида бұл творожный сыр және сливкидің салқын болуы. Жалпы бұл жерде көрсетілген грамм бойынша менде 300-400 грамм творожный сыр қосылу керек, бірақ мен өзімізге болғандықтан 1 килограмм творожный сыр, 100 грамм қант және жарты банка вареная сгущенканы қосып, жақсылап миксерлеп, үстіне жарты литр сливки құйып, тағы да миксерлеп алдым. Нәтижесінде осындай керемет қою, жүректі айнытпайтын күшті болып кремім пайда болды. Алдын ала осындай 4 кондитерский мешокқа бөліп салып алдым барлық кремдерімді. Ал енді мен күткен процесті бірге жасаймыз. Тортты жинау ең күшті ұнататын процестерімнің бірі. Алдымен подложкаға осылай кремді жағып аламыз, біздің корждарымыз тайып кетпес үшін. Айтпақшы, тортты жинаған кезде әр корждың бетіне кремді жұқалап жағып, бір-бірінің үстіне қойып отырамыз. Корждар жұқа болғандықтан олар крем тез сіңіріп алады, сосын жұмсарып кетеді.
Жалпы сіздерге айтар бір лайфхак: карамельная девочка және молочная девочка торттарын түнде жасап қоюларыңызға кеңес бермеймін. Осы туған күнге 2-3 сағат қалғанда жасап тоңазытқышқа салып қойсаңыздар өте керемет болады. Ал түнде жасасаңыздар тек корж болып кремнің барлығын бұл корждар тартып алатын болады. Сол кезде кремдер тез сіңіріп, корждары өте қатты жұмсарып кетеді. Айтпақшы, каналыма тіркелмеген болсаңыз дәл қазір тіркеліп кетіңізші. Әдеттегідей крем корж қылып барлығы менде 7 корж болды. Солардың барлығын осылай жинап, бетін жауып тоңазытқышқа салдым. Мінекей, тоңазытқыштан алып, кольцосынан жақсылап осы шет-шеттерін пышақтың жәрдемімен кесіп, кольцосынан шешіп алатын боламыз. Кольцосынан шешкеннен кейін жан-жағында кремдерін кішкене осылай тегістеп, қалған кремді шетіне жағып, бір келкі қылып тегістеп алатын боламыз. Тура видеодағыдай қылып жасаңыздар. Жалпы әйел адамның туған күніне торт жасасаң өте оңай, гүл-пүл қылып әдемі украшать етіп шығарасын. Вот мужской тортты жасау өте қиын. Мендегі бұл тортқа басты акцент шоколадқа бұрдым. Шоколадтан ең бірінші қайнымның атын жаздым. Сосын шоколадтан кішкентай мини шоколадиктер жасап, жан-жағына жабыстырып шықтым. Видеоны соңына дейін көріп, менің тортқа декорация жасағанымды көріңіздер. Және қосымша декор ретінде осындай мини шоколадиктерді пайдаландым. Ал енді тортым дайын, қасына шоколадтан патек жасадым. Осылай айналдыра отырып жасап шықтым. Тортым салқын болғандықтан бұл патектер тез қатып қалды. Мінекей, дайын болды. Ал енді оған дейінгі шоколадты әріптермен дайындаған шоколадым дайын болды. Енді осылай қалдына шешіп, әр әріпті бұзылмай, сындырып алмай шешіп алу керек болады. Мінекей, осындай аккуратный әдемі әріптермен де пайда болды. Мінекей, барлығын алып болдым. Енді мини шоколадиктердің де алып, осылай жан-жағындағы артық керек емес жерлерін бәрін алып тастадым. Менде жалпы 12 штук мини шоколад пайда болды. Сосын қалған креммен осылай қалай гүл жасайын ба деп ойландым. Тағы да мужской тортқа гүл келіспей қалады деп, осылай безендіріп айналдырып шықтым. Және де объем берсін деп подложканың үстіндегі тортпен жабысқан жеріне де осылай крем жағып шықтым. Артылған кремді осылай жағып, үстіне шоколадтарды қойып шығатын боламын. Мінекей, қайнымның аты осындай менде. Қалған шоколадтармен осылай безендірдім. Кішкене жылтырақ эффект беру үшін сары кондуринмен жан-жағына безендіріп шықтым. Сонымен қатар қосымша декор ретінде вафельная крошкамен жан-жағына тағы да сәндедім. Осылай менің тортым сіздерге ұнады деген ойдамын. Тортымды 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Арнама тіркеліп, қайналарыңызға тура осы рецептпен торт жасап қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Тіркелуді ұмытпа.